Әлеуметтік әріптестік құр жарасымды сөз тіркесі емес, бұл ұжымдарда тұрақтылықты қамтамасыз етудің және экономикалық табыстардың негізгі факторы. Самұрық-қазына мен еншілес компаниялардың бірінші басшылары әлеуметтік еңбек қатынастары мәселелерін кеңінен талқылады. Әл-ауқат қорында корпоративті әлеуметтік жауапкершіліктің 4 басты бағыты айқындалып отыр. Біріншіден, әлеуметтік әріптестік ұстанымдар негізінде еңбек қатынастарын тиімді реттеу. Екіншіден, мамандардың біліктілігін көтеру. Үшінші бағыт экологиялық тұрақтылықты сақтау және төртіншісі бірегей беделдік және коммуникациялық стратегияны жасау болып табылады. Осы мақсаттарға жету жолында қор өкілдері мемлекеттік органдармен бірлесіп, арнайы бағдарламаны әзірлеуге кіріспек. Самұрық-қазына ең үлкен компанияларды құрайды. Темір жол компаниялары, мұнай компаниялары, басқа да компаниялар кіреді. Сондықтан осы компанияның негізінде пилот ретінде біз бірігіп жұмыс істеп, қандай проблемалар бар, еңбек қатынастарына қалай шешу керек, соны бірігіп істеуімізге болады. Біз үшін, мысалы, үкімет үшін, еңбек министрлігі үшін бұл пилот ретінде қарауға болады. Сондықтан қазір келістік, бірге бағдарлама жасаймыз. Оның ішінде заңды қалай дамыту керек әрі қарай, практика жүзінде әлеуметтік серіктестікті қалай жүзеге асыру керек, анализ, мониторинг мәселелері, бұл жерде көптеген мәселелер бар. Сосын жаңа Самұрық-қазынаның төрағасы Шөкеев айтып отыр, 4 бағыт туралы, сол 4 бағыт бойынша жалпы жұмысты қоюға болады. Әлеуметтік мәселелерге арналған кеңес барысында басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеев әріптестеріне бірнеше тапсырма берді. Атап айтсақ, 1-90 соңына дейін компания жетекшілері оқытудың дуальды үлгісі мен жалпы менеджерлерді даярлау мен шеберліктерін көтеру бойынша нақты ұсыныстарды берулері тиіс. Ал қоршаған ортаны қорғау аясында 2016 жылға дейін барлық ірі кәсіпорындарда экологиялық тексерістерді өткізу көзделуде. Өндірістегі қауіпсіздік техникасы да басты назарға алынбақ. Сонымен қатар корпоративті рухты көтеру үшін еңбек династияларын сақтау мен көбейту жоспарда бар. Қор басшысы Самұрық-қазынаның ресми сайтында осындай отбасыларға арнап интернет шежірені қалыптастыруды ұсынды. Әулеттің өкілдері ол кен орнына өзінің баласындай қарайды. Сондықтан біз осы еңбек әулеттер деген тақырыпты қазір көтеріп жатырмыз. Бұл туралы жұмыс істеп жатырмыз. Оның ішінде әлемдік тәжірибені зерттеп жатырмыз. Біздің мынау Самұрық-қазына фондының шеңберінде бұл мәселеге үлкен көңіл қоямыз ғой деген сондай ой бар. Қор жанынан ашылған әлеуметтік әріптестік орталығы компаниялар тобында әлеуметтік тұрақтылық көрсеткіштері бойынша рейтинг дайындау үстінде. Орталық директоры Нұрлан Ерімбетов Самұрық-қазынаға қарасты компаниялардың кәсіподақтарын бір одаққа біріктіру керек деген пікірде. Сондай ол еңбек қатынастары саласында идеологиялық жұмысты күшейтуді көздейді. Ең басты міндетіміз осы конфликттердің болатын әлеуметтік конфликттердің алдын алу. Біз осыны зерттеп, соны соған жеткізбей, алдын ала біліп отырып, зерттеп соны керек болса барлап, осының бәрін біз басшыларға айтып отырмыз керек. Қай жерде осындай конфликт болуы мүмкін. Оның себебі неде? Ол жеке адамда ма, басшыда ма, әлеуметтік саясатта ма, жаңағы еңбек келісімдерінде ма, осыған экологиялық жағдайларға ма. Сондықтан меніңше біз осыны алдын ала алу мәселелерімен біз айналысамыз. Біздің ең басты міндетіміз осы. Ары қарай біз қазір еңбек заңдарын біз қазір зерттеуіміз керек. Еңбек заңдарына біз қазір сараптама жасауымыз керек. Себебі олар қай жерде жұмыс істейді, қай жерде кемшіліктері бар. Себебі бізде қазір еңбек заңнамалары бәрі нақты болу керек. Оны жаңағы бұрмаламай шешім шығаруымыз керек. Бұған қоса арыз шағымдарды қабылдау жүйесінде жетілдіру қарастырылған. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 2010 жылдан бері небәрі 700 шағым түскен. Қор компанияларында 320 мыңнан астам қызметкердің бар екенін ескерсек, 500 адамға шаққанда бір шағым ғана түседі екен. Қарапайым еңбек адамына барлық жағдай жасап отырған алаң сенім етуге мүмкіншілік орнатқан отандық компания басшылықтарына еңбілік мұнайшылар алғыс сезім жеткізуге рұқсат етіңіздер. Еңбектеріңізге мол табыс тілеймін. Рахмет. Алайда мамандардың айтуынша арыз шағымдардың аздығы бір жағынан ұжым ішіндегі тұрақтылықтың белгісі болғанымен, екінші жағынан әлеуметтік байланыс құралдарының тапшылығын көрсетеді. Басшылар болса, ендігі кезден бастап қызметкерлермен жиі кездеспек ойда. Біздің төрағамыз осындай мақсатты қойды.
әкімдер сияқты сіз білесіз ғой, әр деңгейдің әкімдері халықтармен кездесіп, халықтың мәселелерін біліп, соны жасаған жұмыстар бойынша есеп береді. Әр жылда 2 рет сондай кездесулер өтеді. Басқосуда аталып өткендей, самұрық-қазынаның әлеуметтік тұрақтылығы еліміздің тұрақтылығына да тікелей ықпал етеді. Сондықтан әлеуметтік еңбек қатынастары мәселелеріне арналған кеңестерді өткізу игі дәстүрге айналмақ. Бұл жолғы іс-шара нәтижесінде қор тобында корпоративті әлеуметтік жауапкершілік туралы кеңестің хаттамасы қабылданды.